Сәлем көрермендер, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз түскі ас дайындайтын боламыз, және де салат дайындаймыз. Бізге керек болады тауық еті. Бейнеде көріп тұрғандарыңыздай тауық еттерін бөліктерге бөліп алатын боламыз. Мен бұл жерде тауық етінен қанаттарын және аяқтарын және кеуде еттерін алатын боламын. Қалған бөліктерін алып қоямын. Артық еттерді терісін кесіп алып тастайтын боламыз. Барлығы бейнеде көрсетілген, қалай кескенім, қай бөліктерін алғаным барлығы түсінікті. Және де арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздерден қолдау күтемін. Бейнеде көріп тұрғандарыңыздай тауық етін осылайша кесіп аламыз, және де кеуде еттерін ұсақтап кесіп алатын боламыз. Барлығын кесіп алып дайындағасын үстіне қажетті заттарды салып араластыратын боламыз. Бұл жерде қажетті заттар бізге майонез, тұз, қара бұрыш, паприка керек болады. Мен бұл жерде көз мөлшерімен салдым. Бұл жерде майонезді мен 3-4 қасықтай саламын, және де тұзды 1-1,5 шай қасықтай салатын боламын. Жалпы осылай мариновать етіп сразу пісіруге де болады, және де 2-3 сағатқа қойып холодильникке, содан кейін пісірсеңіздер де өте дәмді болады. Жалпы сразу пісірсеңіз де жұмсақ дәмді болып шығады. Осылай үйде бар заттармен мариновать етіп жылдам жасауға болады. Өте жеңіл және тез. Дайын болған маринадталған тауықтарымызды мен пешке 1 сағатқа салып алатын боламын, және де міндетті түрде үстін фольгамен бетін жабыңыздар. Себебі тауық құрап қалмау үшін, және де беті күйіп кетпеу үшін. Өте жұмсақ, керемет болып піседі. Мен жалпы бұл жерде барлығын көз мөлшерде алдым. Күнделікті үйге жасайтын тағам болғандықтан ештеңені өлшеген жоқпын. Сіздер де осылай жасап қараңыздар. Қызып тұрған пешімізге дайын болған тауығымызды салып 1 сағат пісіріп алатын боламыз. Және де бұның қасына гарнир жасайтын боламын. Бұны күріштен жасаймын. Қазір барлығын бейнеде көріп түсінесіздер. Бізге қажет болады табамызға сұйық майымызды, азғана сұйық майымызды құйып, жуып дайын тұрған күрішімізді қуырып алатын боламыз. Және де қуырып алған күрішіміздің үстіне қайнап тұрған су, немесе салқын су құйсаңыздар да болады. Және тұзын салып пісіріп алатын боламын. Бейнеде барлығы толық көрсетілген. Сіздер де күрішті осылай сұйық майға қуырып алып пісіретін болсаңыздар, күрішіміз езілмей әдемі болып піседі.
Бейнеде көріп тұрғандарыңыздай тауық етіміз пісіп дайын болды. Және де күріштеріміз де дайын, өте әдемі болып пісті. Бұның жанына мен тағы да салат жасайтын боламын. Оған қажетті заттар: орам жапырақ немесе капуста, болгар бұрышы, қызанақ, қияр және де чеснок немесе сарымсақ, сұйық май, тұз, бұрыш керек болады. Және бұл жерде мен ас көктер саламын. Бұл жерде кинза, укроп салатын боламын. Бейнеде көріп тұрғандарыңыздай орам жапырақты осылай кесіп аламыз. Және де кесіп алған орам жапырағымыздың үстіне тұз салып, қолымызбен езгілейтін боламыз. Қазір барлығы бейнеде түсінікті көріп тұр. Осылай міндетті түрде жасаңыздар. Себебі кішкене орам жапырақ жұмсару үшін. Және де мен бұл жерде орам жапырақтың қатты жерлерін алып тастайтын боламын. Себебі тіске батпау үшін, жегенде де қатты болып тұрмау үшін. Және капустаны жіңішкелеп кескеніңіз өте жақсы, себебі жұмсақ болу үшін. Ал қалған қызанақ, қияр, болгар бұрыштарын өзіңіздің қалауыңыз бойынша кессеңіздер де болады. Бейнеде көріп тұрғандарыңыздай орам жапырақты осылай жұмсартып алатын боламыз. Және оның үстіне болгар бұрышымызды, қиярымызды, қызанағымызды, сарымсағымызды кесіп салатын боламыз. Одан соң сұйық майды қыздырып тұрып құятын боламыз үстіне. Қазір барлығы бейнеде толықтай көрсетілген. Және де мен бұл жерде кинзаны, укропты салып үстіне сонан соң сұйық май құятын боламын. Осылайша барлығын араластырсаңыз өте дәмді, жеңіл салат шығатын болады. Бұл салатта өте керемет сарымсақтың дәмі және кинзаның иісі керемет болып тұрады. Және бұл салат ағзаға пайдалы, өте жеңіл салат. Сіздерге жасауға кеңес беремін. Міндетті түрде жасап қараңыздар. Бұл жерде міндетті түрде сұйық майды қыздырып тұрып құйған дұрыс. Сол кезде барлық заттар жұмсарып және де дәмді болып келеді. Мен бұл жерде сұйық майды 150-200 миллиграмдай алдым. Бейнеде көріп тұрғандарыңыздай барлық затты осылай салып аламыз. Және де міндетті түрде сарымсақ қосыңыздар, бұл салатқа өте керемет дәм береді. Барлығы түсінікті бейнеде. Және де арнаға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздерден қолдау күтемін.
Осылайша витаминге толы салатымыз дайын және тағамымыз да дайын. Егер тамақ ішіп отырған болсаңыздар, сіздерге де ас болсын. Өте керемет дәмді болып шықты. Және де бейнені соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет.